жөндейді, жай ғана көміп кетеді. Болмаса өткенде біз көтердік, суретке де түсірдік, бетон құйып кеткен қыстың күні. Қазір бетоны топыраққа айналып, қайтадан шұқыр тесік болып кетті. Бірақ олардың сметасында соны қалпына келтіру жұмыстарына қаржы қарастырылған, оны өздеріңіз қалалық мәслихат бөліп беріп отыр мысалға. Сондықтан сіз толыққанды олардан сұрай аласыздар. Қаржының игерілуі қайда дегендей. Себебі бұл да халықтың наразылығын тудырады. Жаңа көліктің ескіруі, тозуы деген сияқты ғой. Енді мына мектеп балабақша мәселелерінде өткір тұр. Қазіргі таңда жер комиссиясының құрамында біздің қалалық мәслихат депутаттары бар ма өзі? Жер комиссиясында. Алып тастады ма? Мынау енді сол жерден кететін бір олқылық деп есептеймін. Мектептің балабақшаның жерлерін жаңағыдай өзгеріске ұшыратып, тұрғын үй салуға деген сияқты енді ол бесенеден белгілі ғой. Сондықтан мен мүмкіндік болса, осы жер комиссиясының құрамына қалалық мәслихаттардың депутаттарын да кіргізген енді құптап отырмыз. Ол енді заңға сәйкес әлде де қарап бір шешімін табуға тырысамыз. Осында бір назар қалсаңыздар. Мана сіз өзіңіз айттыңыз ғой, бізге анау қатыстырмайды. Қабылдау комиссиясына қатыстырмайды дегендей. Ол енді расында солай, бірақ депутаттың қолында айтарлықтай билік болмаса да, билік халықтың қолында бар. Яғни біз сол жердің тұрғындарын жинап, қоғамдық резонанс туғызып, осыны әлеуметтік желіге шығарып, қайта-қайта жауапты қызметкерлерді шақыра берсек, ол шынымен де қозғалады. Әрине, ол жалғыздың үні шықпас. Бізде бәрімізде депутатпыз. Осындай алгоритммен жұмыс жасау арқылы ғана нәтижеге жеткізуге болады, қол жеткізуге болады. Әрине, бір өзіңіз барып, осы мәселені көтеріп, сауал жазып отырсаңыз, мана айтқан сауалыңызға уақытында жауап келмейді. Келсе де бір сырғатпа жауап келуі мүмкін, былай айтқанда. Сондықтан біз халықты бір жағынан үйретеміз, өзінің саяси, құқықтық мәдениетін көтеруге. Ол жаңағы үйінің қасында тротуар бұзылып қалса, ең бірінші сол азаматтардың бас ауыру керек. Солар дабыл қағу керек. Түсіру керек. Қазір заман дамаған уақыт, бәрінің маңдай қолында табақты телефоны бар, әлеуметтік желі бар, мына әкімдіктің парақшалары бар. Соған барлық бір жаппай соны жазып, көтеріп, қайта-қайта мәселені айта берсе, ол мәселе шешіліп жатқан жерлер өте көп, сондай алгоритм жұмыс жасағаннан кейін. Сондықтан осы мәселеге де ден қоюыңызды сұраймыз. Енді мына қоғамдық көлік мәселелері шынымен де жаңағыдай интервалы көп жерлер бар. Оны өзіңіз білесіз ғой, жаңағыдай әлеумет бәсекелестік ортаға бергеннен кейін 3-4 адам үшін кәсіпкерлердің бәрі барғысы келмейді енді. Бірақ бәрібір ол қызмет көрсетілу керек. Бір адам болса да ол өзіміздің азаматымыз. Сондықтан осыған мүмкіндігімізше біз барлығымыз жұмылып мәселені шешуге бағытталуымыз керек. Енді мендегі ақпарат бойынша 100-дің үстіне автобус келе жатыр. Оның бір қатары мынау ауданаралық рейстерге қояйын деп жатыр. Бір қатарын осы қаладағы маршруттардың жетіспейтін интервалы көп маршруттарға қояйын деп жатырмыз деп өткенде мына көлік басқармасының басшысы бір ақпарат берген бізге. 100-дің үстінде автобус келе жатыр жолда деп. Бәрі осындай жабдықталған, кондиционері бар. Жаңа мүгедек адамдардың да мініп тұруына да ыңғайлы сондай жаңағыдай қондырғылары бар деп бізге баяндама берген. Енді алдағы уақытта шешіліп жатар деген үміттеміз. Бірақ бұны да бақылауда ұстауымыз керек. Белгіленген уақытта бұл жүзеге аспаса, біз неге, не үшін деген мәселе қоюымыз керек. Себебі бұның да қаржысы толық бөлінді. Яғни азаматтар, біз өзіміз мәслихат деңгейінде бюджеттен бөліп берген қаржы үшін толыққанды спрос алуымызға хақымыз да бар. Былай айтқанда, заңды жүзінде мүмкіндігіміз де бар. Енді біздің тарапымыздан бөлінбеген ақшаны былай қояйық, бірақ бюджеттен бөліндік. Біз өзіміз сайлау дауыс беріп бөлдік қой енді. Сондықтан оны депутаттың құзыреті тек бюджетті бөліп беру ғана емес, оның игерілуін қадағалау, бақылау, қажет жағдайда құзырлы органдар тартып, оны тексеру деген сияқты мәселелер біздің де жаңағыдай мүмкіндігімізде бар. Енді ішкі жолдардағы белгілерде ол да өзекті мәселе. Біз оны бірден жол салғаннан кейін бірден назарға ұсынуымыз керек. Ол жол көлік оқиғалары алған жерлер бар. Манағы айтқан халықтың мәдениеті де әсер етеді.
сосын енді жолдардың жаңағындай белгілермен реттелмегеннен кейін, нерегулируемый болғаннан кейін ана жерде кімдікі бұрыс, кімдікі дұрыс еместігін анықтау қарапайым жүргізушіге қиындау. Сондықтан біздер осы мәселенде мына қалалық жолаушылар көлігіме жаңағыдай тапсырыс беруші мекемеге осы шегелеп айтып, оны қадағалауымыз керек шығар. Асфальт төсегеннен бірден сонымен қатар жаңағы параллельно белгілерін салу. Ол мына полиция департаментында жол техникалық инспекция, дорожно-технический инспекция дейтін. Олармен сөйлескенде бізге кей кезде заявка кеш келеді. Знакты қою, жаңағы интервал, пешеход белгілерді сол дорожно-технический инспекция қарайды. Бізге картасы, схемасы кеш келгендіктен біз кеш қозғалып қаламыз деген сияқты мәселелер айтып жатыр. Осыны мына қалалық жаңағыдай жол құрылысына жауапты мекемелермен бірлесіп, осы мәселені айтуға болады. Егер де сіз қайсы бір құрылыс, жолдың құрылысын бастасаңыздар, біздерге де хабарлаңыз. Біз жаңағы дорожно-технический инспекция бар, бәріміз келейік, бірігіп жасайық деген ұсыныстар айтып, олармен бірігіп жасау қажет деп есептеймін. Енді депутаттық сауалдарға ұзақ жауап келеді деп айтасыз, Нұреке. Заң бар бізде, бір ай мерзім. Оны жақсы білесіз. Егер де менің де қалалық мәслихатта депутат болғанда сондай тәжірибем болды, бір ай мерзімнен кешіккен тұлғаны мемлекеттік істер жөніндегі агенттік бар, соған жазып жіберсеңіз болады. Себебі ол заң білмейді, депутаттың сауалына уақытылы жауап бермейді, яғни ол заң білмейді, түптің түбінде ол отырған қызметіне сай емес деген күмән тудыруы мүмкін. Сондықтан мына қайтадан аттестацияға жіберіңіз деп жазып жіберсеңіз, қызмет анау агенттік оның мәселесін майшаммен қарайды. Бұл да бір, былай айтқанда, тетік, мера воздействия ғой енді. Ол сіздің депутаттық сауалыңыздың артында тұрғындардың мәселесі жанайқай тұр ғой. Ол жалғыз сіздің жеке басыңыздың мәселесі емес. Сондықтан олаған атқарушы билікте бізде немқұрайлы қарамауымыз керек деп есептеймін. Оның да тетіктері бар. Сондай бір шара қолдансаңыз, қалғандарына сабақ болады деген ой ғой енді. Жалпылама қалалық мәслихаттың жұмысының әсіресе депутаттарының белсенділігін көреміз. Кейбір депутаттардың белсенділігі төмен, оны жасыратын жоқ. Бәлкім олар жаңадан депутат болғандықтан білмей де жатқан шығар. Бірақ дей тұрғанмен де енді халықтың аманатын арқалап шыққаннан кейін оны абыроймен сол мерзім біткенге дейін атқару керек деп есептеймін. Енді осы салаға депутаттық қызметке келген адамда әу бастан қиындығы бар, қызығы мен шыжығы мол, қызмет екенін біліп келген саналы азаматтар ғой енді. Сондықтан сылтауды көп айтпау керек олар бізге. Бұның тетіктері бар. Өздеріңіз сияқты осында отырған азаматтар, белсенді азаматтар, бұлар жасаған тірлікті басқа депутаттар қалай жасай алмайды деген сұрақ туындайды бізде. Сондықтан осы мәселеде басты назарда ұстап отыруыңызды сұраймын фракция жетекшісіге. Енді қазіргі таңда мына партияның қабылданған шешімдеріне байланысты қалалық филиал бізде айтқанда қызметін тоқтатты. Соған байланысты біздің облыстың партиялық бақылауына мына қалалық мәслихат фракция жұмысы деген сияқты жұмыстарды мониторинг етуге, бақылауға біздің құзыретімізге берді. Сондықтан алдағы уақытта бұдан бұрынғыдан да тығызырақ жұмыс жасаймыз деп есептеймін. Бізде өзіміздің тарапымыздан осы Ақтау қаласынан сайланған облыста 8 депутатымыз бар. Қалалық мәслихаттың депутаттарымен қарым-қатынас құруға, белгілі бір мәселелер төңірегінде бір алгоритм жасақтауға біздер дайынбыз. Оны біз бұрында да айтып жүрдік. Енді қазіргі таңда кейбір мәселелер бойынша шынымен де біз бірігуіміз керек. Бірігіп мәселе шешсек, себебі кейбір басқармалардың жұмысы қала деңгейінде болғанмен қаржыландыру облыста, мысалы ТВС мекемесі сияқты да жұмысы қалада, бірақ қаржыландыру, басқару тетіктері облыста. Ол жерде біз бірікпесек, кішкене мәселе шешу қиындау болады. Бірігіп шешуіміз керек. Сондай бағытта мәслихаттың депутаттары, облыстан шыққан 8 депутат өзінің ниетін білдіріп отыр. Сондықтан сіздің тарапыңыздан сондай ұсыныстар болса, біздер дайынбыз. Сіздің мәслихат қабырғасында болмаса мұнда, болмаса партияның алаңын пайдаланып,
құзырлы органдардың басшысын шақырып осы мәселе, енді ТВС-ті біз алдағы уақытта тағы бір тыңдайтын шығармыз жазғы уақытта. Себебі сонымен қатар манағы заңсыз құрылыстар қазір қолға алынып жатыр ғой, енді сүріліп жатыр, жаңағыдай соттық шешімдер шығып жатыр. Олардың да сондай заңсыз салған нысандарының салдарынан да азаматтарға тоқтың, судың жетіспеушілігі бар деп есептеймін. Өз басымыз біздер ол жөнінде ұсыныс бергенбіз. Сізге ақпарат ретінде айтайын, қазір құрылыс кодексі қарастырылып жатыр. Оның жаңағыдай ғимараттарды, құрылыс аяқталған нысандарды қабылдау мәселесіне келгенде оңтайландыру мақсатында заңға өзгеріс енгізіп көптеген мекемені алып тастады. Соны енді біз қайттан көтеріп, енді жай бір шағын дүкен, жаңағыдай бір мейрамхана деген сияқты нысандарды жарайды, енді бір жеңілдетілген жолмен қабылдай берсін. Бірақ тұрғын үйлер, көп қабатты тұрғын үйлер, азаматтардың тұратын үйлеріне біз ондай жеңілдік бермеуіміз керек деп есептейміз. Сол жөнінде депутаттық сауалдарымызды жолдап, бірқатар депутаттармен сөйлесіп өзіміз ұсынысымызды айттық. Сонымен қатар ол жерге жаңағыдай мына біз білеміз, біздің қалада да болды, Флоренция тұрғын үйінде өрт шықты, техникалық этаждарда жұрт көбісі сол мына өрт сөндіру басқармасының жағасына жармас, қайда қарап отырсыз деп. Солар айтты, біз заңнан алып тастап, біз госкомиссияда жоқпыз деді. Бұрын проекті деңгейінде құрылыс барысында және нысанды қабылдау барысында барлық сатыда жаңа ЧС, СЭС, экология барлығы болатын. Қазір оны алып тастапты. Алып тастағаннан кейін оның ішіндегі өрт сөндіру қауіпсіздігі қалай болып жатыр, не болып жатыр, қандай қондырғылар салып жатыр, олар бейхабар. Енді қазір сол бақылау, қадағалау органдарын қайттан қоспақшы. Сосын біз айттық, бұл аз дедік. Бұған мына коммуналдық мекемелерді қосу керек. Неге? Себебі біз білеміз, екі тұрғын үй салады, 200-200 пәтерден. Ол тұрғын үйға тоқ керек қой. Ол временный подключение алады, трансформатор салады. Сөйтеді да жаңағы 400 пәтерді сатып жібереді да, трансформаторды тастап, мердігер кетіп қалады. Тапсырмайды. Бірақ заңда жазылған, ол тапсыруға міндетті деп. Ал енді ол міндетті орындамаған үшін оған жауапкершілік қарастырмаған. Ол сол жаңа временный подключениесімен, временный кабельмен тастап кетеді. Оның ішіндегі енді трансформатордың ішіндегі жұмыс сапалы жасалды ма, жасалмады ма, біз тағы білмейміз. Бір жылдан кейін ол замыкание болады, выбивать етеді. Енді халық наразылық білдіреді, АОС-ке соғады, АОС жұмыс жасайын десе, оның балансында жоқ. Схемасы жоқ, исполнительный документация ешне жоқ. Сондықтан біздер айттық, ол бақылау, қадағалау органдарымен қатар мына энергоснабжающий организациялар болу керек. Себебі ол соны ұстап қалудың бір тетігі. Анау қабылдау актісіне қол қойдыға келген кезде сұрайды ғой. Ана мен қойып берем, сен бірақ трансформаторын тапсыр маған. Как положено, бүткіл протокол испытаниесімен кабельдерінің барлығы дұрыс болу керек деген сияқты сол кезде бұл реттеледі. Мендегі ақпарат бойынша бір 70-80 трансформатор болды осы 2-3 жылдық бұрын. Бесхозный қалада. 19-да әлі бар, кеше сол өткен сұрақты бар. 4-ге 2 линия атып тастаған, біреуі қазір бездействует, екіншісі үшін замыкание тұр. Ана өрдісі 4-ті тоқтап қалады, ал өтісті емес, анадымыз болды. Енді халықтың наразылығы туындағаннан кейін енді өзіміздің халқымыз амал жоқ, АОС мекемесі жаңағыдай бір қаржының көздерін қарастырып, экономиядан ба айтып бүйтіп бір мәселені шешкендей болып жүр енді. Себебі халық бір бүткіл үй, жарты шағын ауданда тоқ болмай қалса, әрине ол қиын ғой. Әсіресе жаздың күндері, себебі мұнарға су да жетпейді, бұлар насос қойып қойған, тоқ болмаса су да болмай қалды бұларда. Сондай жағдайда болып жатыр. Сондықтан бұның қазіргі қаладағы мына энергоресурстың жетіспеушілігі тек қана маек емес, сонымен қатар мына энергоресурсты жеткізу инфрақұрылымның дұрыс салынбағандығы дейміз ба, жоспарланбағандығы дейміз ба, сол мәселеде қатар келеді екеуі де. Осы мәселеге ден қоюымыз керек, құрметті азаматтар, мына қаланың халқына күнделікті жүріп тұруына, тұтынуына қажетті нәрселерді сұрайды ғой. Олар үлкен бағдарламалар, жаңағыдай басқаларды сұрамайды, күнделікті мәселелерге назар аударады. Сондықтан осындай туындаған мәселелерді біздер бірлесіп жұмыс жасауымыз керек. Тетіктері бар, манағы айтқан азаматтарды өздерінің бір жағынан біз мәдениетін қалыптастырамыз. Олар өздерінің тұрған үйіне, ауласына, шағын ауданына немқұрайлы көзқарас әлі бар.
әлі бар. Сондықтан ондай болмау керек. Үйдің ана шетіндегі жарылған труба жарыла берсін, мен үйімді, ең бастысы мен үйімді су болса болды ғой деген психологиядан біз арылуымыз керек. Сол кезде қалған нәрсе ілгерілей бастайды. Біз сол қоғамдық санаға әсер етуші, соларға құқықтық мәдениетін көтеруші бірден бір тұлға осы депутат өзінің округтерінде. Біздерде мысалы халықпен кездескенде былай айтқанда балық бермейміз, қармақ береміз, тетіктерін айтамыз. Сіз жазыңыз, біз сізге жаңағыдай ақпараттық, құқықтық консультация береміз, бағыт бағдар бере отырамыз, қайда бару керек, не істеу керек екенін айтып отырамыз, бірақ сіздер өздеріңіз істеңдер. Тұрғын үйдің жаңағыдай белсенділер бар, үлкен кісілер бар дегендей 3-4 адам болып бірігіп жүріңдер, біз сізге жаңағыдай жолын айтамыз деп қолына балық емес қармақ беріп жүрген жайларымыз да бар. Енді бір қатары оны іске асырады, бір қатары іске асырмайды. Біздерді алдымызға салып алған жақсы көреді. Бірақ енді біздің құзыретіміз шектеулі болғандықтан біз кейбір жағдайлар тұрғындардың құқықтары бізден көп болады кейбір жерлерде. Сондықтан сіздер өздеріңіз жасаңыз, біз сіздерді направлять етіп отырамыз, жолын айтып отырамыз деп мәселені шешіп келеміз. Жалпы енді жалпы осы біз жұмыс барысында мына сайлауалды бағдарламаға ден қоюымыз керек. Біздің басты құжатымыз осы. Ертең күндері азаматтар қазір осындай жұмыстар, фракцияларды тыңдау, есептерін тыңдау Қазақстанның барлық аймақтарында жүріп жатыр. Біздің ақпаратымыз бойынша кейбір депутат әріптестерімізге ескерту беріп жатыр. Бір қатарының депутаттық қызметін тоқтатып жатыр деген ақпараттар біздерге жетіп жатыр. Сондықтан мына алдағы уақытта бұл өзінің қарқынын азайтпайды. Ертең бірінші жартыжылдық бойынша үлкен тыңдау өткізіледі. Облыс, қала, аудан мәслихаттарының барлығын сол бойынша қорытынды шығарады. Енді белсенділігі өте төмен, өзінің жүктелген қызметін тиісті деңгейде атқармаған депутаттармен біз қоштасуымызға тура келетін жағдайға жетіп қалуымыз әбден мүмкін, егерде депутаттарымыз белсенді болмаса. Осында бір ескеріп, фракция жетекшісі өздеріңіздің мүшелеріңізге жеткізсеңіз. Себебі осы мына сайлауалды бағдарламаның ішіндегі көрсетілген индикаторларға қол жеткізуімізбен бағаланамыз біз. Басқа жұмыстар жасалған дұрыс қой, бірақ ең бірінші осыдан сұрайды бізден. Сондықтан осыған бір үлкен назар аударыңыз, бақылауда ұстап отыруыңызды сұраймыз біз. Жалпы енді мен айтайын дегенім осы мәселелер әріптестер тарапынан сұрақ, пікір, сауал, ой бөлісу дегендер болса